Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат дайын платформада оқушыларға сұрақтар ұсыну, ең бастысы жауабымен, және де бұны топпен жарыс ретінде ұйымдастыруға болады. Бірден бағалары қойылады, және ең құндысы кез келген пән мұғалімі қолдана алады. Сілтемесін жолдау арқылы кез келген жерде интернет ұстаса болғаны осы ойынды ойнатуға болады. Сонымен қалай жүзеге асады? Негізі Google-ға жазған тиімді. Google-ға жазайық. Google деп алайық бірінші. Google-да ашып алайық. Jeopardy дейді біреуі. Мінекей. Мынандай белгісі болады. Кіреміз. Мен тіркеліп алдым, сіздерде тіркелулеріңізге болады. Мына жерде дайын нұсқасы, мен дайындаған дүниелердің перевести на русский деп орыс тіліне аударып алайық. Осылай бізге тиімдірек болады. Енді Jeopardy Labs жаңадан бастаймыз. Сол жерде Find a Jeopardy деп тұр ғой, соны көріп алайық. Мінекі. Найдите игру Jeopardy, немесе өзің создать ету керексің. Өзіміз құрамыз. Создайте дейм. Осы жерде мен өз паролімді қоям, мен сіздер әркім өз паролін қояды. Мысалы мен Айгерім деп қоя салу мүмкін, мысалы Дәулет деп қоя салуға болады. Мен бәрібір. Мен қазір сөзді өзгертемін, немесе қалдыра да беруге болады. Сонымен начинайте строительствоны басамыз. Кеттік. Мысалы, мен қазір сапалық және қатыстық сын есімдерге байланысты сұрақтар тізбегін жазамын. Қалай істейміз? Мысалы, мен алдын ала ChatGPT арқылы жылдам сұрақтар дайындап қойдым. Сын есім дегеніміз не? Мысалы, осы сұрақ, белгілеп алдым, көшірдім, 100 дегенді бастым, оң жағына questionға, перевести на русскийға үнемі басып отыруға болады сіздерге. Бос жерді. Мінекей. Ыңғайлы болу үшін әрине. Міне вопрос для обсуждения деп тұр. Қойдым. Сын есім дегеніміз не? Енді правильный ответ деген жерге жауабын жазамыз. Мінекей дұрыс жауап мынау. Заттың сынын, сапасын, түрін, түсін білдіреді. Копировать етекті қоя қойайық. Сұрақтарды ChatGPT-ға жасап бер деген кезде жеңілден күрделіге қарай деп айтқаныңыз дұрыс болады. Мынандай жағдай болып қалу мүмкін, сізге 3 баған жеткілікті. Онда мына қалған бағандарды толтырмайсыздар, болды. Ол, сохраните, завершить еткен кезде, бұл 4-5 бағандар автоматты түрде көрінбей қалады. Сонымен мен барлық сұрақтарды қондырдым. Мына жерге тіпті осы бағандардың да атауын жазуға болады, жазбаса да болады. Сохранить и завершить дедім. Мінекей, енді топ, мысалы бізге 2 топ керек. 2 топ, старт дегенді басамыз. Мінеге дайын болды. Сұрақ, 100-дің, мысалы біріншісі, қай сөз сын есім? Қызыл парта оқушы жүгірді. Дұрыс жауабын балалар айтады. Мысалы, қызыл дейтін болса, space bar деп тұр ғой, соны басамыз, қызыл. Әрі қарай, енді топ жауап берді ғой. Бірінші топ жауап берсе, төмендегі плюс батырмасын басамыз. Бұл 100 ұпайдың сұрағы болса, 100 ұпай еншіленеді. Егер де бұл сұраққа екінші топ жауап беретін болса, және қате жауап берсе, минус қоясыз, сол кезде минус 100 ұпай болады. Continue'ны басамыз. Бұл сұрақ жойылып кетті. Енді 100-ді басайық қайтадан, мысалы, сын есімнің сұрақтарын ата. Қандай қай? Дұрыс жауап берсе, дәл осыған плюсті басамыз. Мысалы, екінші топ жауап берді. Жаңа минус 100 ұпай болды ғой. Енді бұл 100 ұпайдың сұрағы болғанда плюс қайын алды. Continue. Әрі қарай. Мінекей, сын есімнің қандай мағыналық түрлері бар? Сапалық, қатыстық, дұрыс жауабы. Жақсы, бұған 2 топ жауап берді, тағы 100 ұпай. Continue. Тура осылай, мысалы 400-ге жауап берді. Шырайлы Шымкент сөзіндегі сын есім дара. Бұл жердегі сын есім шырайлы, шырайлы, дара сын есім туынды. Дұрыс жауап берді десек, қазір мысалы 1 топ жауап берді, плюс батырмасын басып 600-ге дайын болды. Continue. Тағы 300-ді көрейік, мысалы, мәдениетті қандай сын есім бұл бізде сапалық. Енді олар жауап бере алмады, қайта минус 300-ге кетті. Енді аяқтайық, escape-ті басамыз, жабуға болады. Енді жасап отырған кезде бір жерден қате кеткен болса, менюға барамыз. Осы жерде қайттан шыққан сілтемесінің тінтуірдің немесе оң жағын басып, перевести на русский дейміз. Осы жерде редактировать деп тұр. Осы редактироватьті басуға болады. Мысалы, мына жерге 1 деген санды қояйық, балаларға ыңғайлы болсын. 100-дің 1-і, 100-дің 2-сі деп айту үшін. 3. Қайтадан save and finish'ті басамыз. Мінекей, 3 топқа да ауыстыруға болады, 7 топқа да ауыстыруға болады. Айтпақшы,
егер де дәл осы жұмыстың, мысалы сіздерге осы жұмыс парақшасын жіберу керек болса, жоғары жағында сілтемесін көшіріп аласыздар, копировать етесіздер, содан кейін кірдік, иә, кетті, басамыз. Осы жерде кодовое слово сұрауы мүмкін, continue, сұрамаса кете бересіз.